общем, достар, былай ғой. Енді әркімнен сұраймын, ешкім ештеңе айтпайды. Өзім бірақ өзім неше жылдан бері енді соны не қылып келе жатырмын. Не дейтін еді? Байқап келе жатырмын. Андай сасып кететін иш шыққан кезде, өтке айтып жатырмын ғой, адамда бүйтіп расслабление болады екен. Лайфхак заключается в том, что егерде осы иісті шығарғанын тоқтатса, адамдар өз-өздерінің қуатына еге бола алады ше. Ешкімге ештеңе бермейді, әйтпесе адамдарда оңай емес қой, өз-өзін қорғай алады ғой. А мына иіс келген кезде жаңағы иістің арқасында сенің ойың бөлінеді екен, жаңағы қалай басқа жерге, жаңағы компьютерге кіріп, телефон шығып кетесің, басқа бірдеңе ойлар кетіп қалады. Сол кезде адам бейғам болып қалады да, бейғам болған кезде бұлар сенің жаңағы берген қуатыңды сорып, жаңағы кәдімгідей аяқ-қолың сорғанда да байқатпай сормайды ғой, аяқ-қолың тар, денең тарсып кетеді ғой, бүйтіп. Елдер бүйтіп қисайып, ана жерін қисайып емдетіп жүр ғой. Сондай болып тырысып кетеді ғой. Егерде мына иіс шығарғанын тоқтатса, адамдар бой бермейді екен. Мына квартираның бәріне иіс шығып кететін сол екен ғой, адамдар иісін шығарып, жаңа қазақтар, көбінесе қазақтар ғой, бізде дойный корова. Өйткені қазақтар таза ғой, қаны таза, қаны тәтті, нелерге қарағанда. Соны сәл иіс шығарып, кейбіреулерде қатты шығарады, мен сияқты бұзықтарға. Сәл-пәл шығарып, байқатпайтын шығатын, иіс жоқтары бар, соны шығарып қояды, келіп қаны ішеді. Бұлар мынандай расстояние жоқ қой бұларда. Вампирлер ұшып жүріп қанын сора береді ғой. Сөйтіп жаңағы көрші не жерде отырып, сол өздерінің жаңағы радиус действиялары бар екен бұлардың да. Енді менің соның жаңағы байқағаным сөйтеді екен. Жаңағы мына иісті тоқтатса, бұлар қан сөрін тоқтайды екен. Жаңа айтып ғой, көршім жылынып жатыр ғой, терезенің алдына келіп су құйып тұр, иісін шығарып. Не азан мен ұйқы көрмейсің, мен яғни жылынып мен барсам, камерамен қосып бардым ғой, менде видеоларымда бар. Сөйтсе маған жылынады ғой. Ты маған айтады, вы, говорит, соседка, квартирантка, вы нас достали своей истерикой дейді. Да, дойная корова, сиди, молчи, мы с тебя выдаем дейді ғой. Я говорю, а что тут такое? Мы тут, говорит, если мы скоро, говорит, высохнем дейді. Маған міндет, мен соның за счет меня өмір сүргісі келеді, да? Еще и мені кінәлейді, еще маған айтады, даже говорю, ты, говорит, со своей истерикой надоела дейді. Ты, говорит, не даешь сама себя, говорит, и басқаларға тиышық бермейатсың. Представляете? Видеоға бар түсір мағаным. Мен бір сөзім өтірік жоқ қой, мен по мере возможности я фиксирую то, что происходит со мной. Сөйтеді ғой. Байқайсыңдар ма? Сонда егерде мына иіс тоқтаса, адамдар бой бермейді. Вот мәселе осы иісте болып тұр. Осы иісте жаңағы любым әйтеуір бірдеңе қуып үйтеді, қорқытады, біреусін өлтіртеді, білгенін істеп, адамдарды бірін-біріне иіс шығартады. Өз-өздеріне. Осы міне.